Қымбатты тыңдаушы, балаларға арналған киелі кітап әңгімелеріне қош келдің. Көбірек киелі кітап әңгімелерін тыңдағың келсе, арнамызға жазылуға болады. YouTube'дан көріп жатсаң, лайк басып, жазылуды ұмытпа. Бүгінгі әңгіме киелі кітаптан болмақ. Тыңдайық. Тау басындағы салтанатты көрініс. Халық Исаның уағыздарын тыңдап, оның жасаған кереметтерін көрген еді. Бірде Иса 12 елшісінен, «Халық мені кім дейді?» деп сұрады. Олар, «Көбі қайта тірілген Жақия, немесе ерте замандағы пайғамбарлардың біреуі дейді», деп жауап берді. Ал өздеріңше, сендер мені кім деп ойлайсыңдар? Петр еш күмәні болмай, бәрі үшін сөйлеп, «Сіз құтқарушы патшамыз Мәсіхсіз, шынайы Құдайдың ұлысыз», деді. Иса осы жауапты ұнатты. Енді ол болашақтағы оқиғалар жайында айтып, елшілерін соларға дайындамақшы болып, «Жақында мен Иерусалимге баруға тиіспін. Сол жерде басшылар мені Құдай жіберген патша ретінде қабылдамай өлтіреді. Алайда мен 3-ші күні қайта тірілемін», деді. Иса елшілеріне олардың да қудаланатыны жайлы ескертті. «Кім менің жолымды қуғысы келсе, сол өз бетінше өмір сүруді қойсын да, азаптануға дайын болып, айқышын көтеріп, менің соңымнан ілессін». Бір жұмадай өткен соң, Иса, Петр, Жохан, Жақыптарды ертіп алып, Құдайға сыйынуға бір таудың басына шықты. Иса дұға етіп жатқанда, оның түрі құбылып, беті мен киімі аппақ болып, жарқырап тұрды. Кенет оның қасына 2 адам, Муса мен Ілияс пайғамбар келіп, Исаның жақын арада Құдайдың еркіне сай адамзат үшін құрбан болатыны туралы сөйлесті. Исаның 3 елшісі болса, ұйықтап кеткен болатын. Олар оянғанда бұның бәрін көріп, қорқып кетті. Сонда олардың төбесіне жарық бұлт келіп, оның ішінен бір дауыс оларға тіл қатып, «Бұл менің сүйікті ұлым, оны тыңдаңдар», деді. Содан кейін олар Исамен тағы да жалғыз қалды. Осы киелі кітап әңгімесін тыңдағаның үшін рахмет. Жүрегіңде, санаңда қалсын. Кездескенше.